Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің алғашқы видеом болғандықтан сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол себепті де маған қолдау білдіріңіздер, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, мен өте қатты қуанатын боламын. Ал мен бүгін сіздерге жалпы мен үшін топ 3 кітап қандай кітап және де оның маған берген қандай пайдасы бар деген сұрақтарға жауап беремін. Олай болса, бастаймыз. Негізі кітап оқудың пайдасы өте көп, өйткені сіз жаңа кітапты оқу барысында жаңа біліммен танысасыз, және де өзіңіздің ойлау қабілетіңізді дамытасыз. Және кітап оқу ең бастысы біздің есте сақтау қабілетімізді жақсартуға көмектеседі. Себебі біз кітапты оқу барысында ондағы ақпараттарды миымызға сақтап қалуымыз керек. Және өзімізге керекті деген ақпараттарды өмірде де жүзеге асыруымызға болады. Ол үшін біз кез келген жаңа кітапты оқыған кезде блокнот алып, сол блокнотқа сол кітаптан түйген ойларымызды, ондағы өзімізге ұнаған фразаларды жазып қоюымызға болады. Сонда біз сол арқылы өзіміз бір нәтижеге қол жеткізе аламыз. Мен үшін топ 3 кітапқа тоқтала кетейін. Бірінші орында менің ойымша Робин Шарманың «Монах, который продал свой Феррари» кітабы. Өйткені мен бұл кітапты оқу барысында осы уақытқа дейін білмеген көптеген ақпараттарды білдім. Және де адам баласының тек қана материалдықпен ол бай адам саналмайтынын түсіндім. Өйткені біз мысалға қымбат көлік алғымыз келеді, қымбат үйге қол жеткізгіміз келеді, бірақтан да оның барлығы да бізге толықтай бай адам болуымызға көмектеспейді. Өйткені сіз рухани жағынан да, материалдық жағынан да бай болсаңыз ғана өзіңізді бай адам ретінде санасаңыз болады. Және де бұл кітапты оқу барысында мен өзіміздің армандарымызды жүзеге асырудан қорықпауымыз керектігі жайлы ой түйдім. Өйткені ол жерде айтылатын бір фраза бар, яғни мен қорықтым, бірақ армандадым. Қорқынышымды сол арманым жеңіп шықты деген. Яғни сіз мысалға армандайтын болсаңыз, онда сіздің қорқынышыңызды ол арман жеңіп шығуы мүмкін. Сол себепті де ешқашан да армандаудан жалықпаңыз. Өйткені армандар негізінен мақсатқа айналады. Сол кезде ғана ол нәрсе орындалады, және де сіз өз бақытыңызға жете алуыңыз мүмкін. Және де осы бір ретте, осы кітапта керемет бір ойлар жазылған. Ол ойларда мысалға адамның санасы ол негізінен бау-бақша секілді деп айтылады. Өйткені сіз мысалға сол бау-бақшаңызға, өзіңіздің санаңызға керемет гүлдерді егетін болсаңыз, онда сіздің санаңыз сол гүлдермен, яғни сіздің санаңызда позитивті ойлар болады. Ал егер де сіз ол жерге ештеңе екпейтін болсаңыз, мысалы өзіңіздің санаңызға ондай жақсы нәрселерді екпейтін болсаңыз, онда ол жерге сіздің бау-бақшаңызға арам шөптер, яғни басып кететін болады. Сол себепті де сізге әрдайым санаңызды жақсарту үшін кітап оқып тұру маңызды. Өйткені сіз өзіңіздің бау-бақшаңызға тек қана әдемі гүлдерді ғана егуіңіз керек, арам шөптерді емес. Мен үшін топ 2 кітап бұл Наполеон Хиллдің «Думай богатей» кітабы. Өйткені бұл кітапты оқу барысында мен көптеген жаңа ақпараттармен таныстым, және де ең бастысы менің арман мақсаттарыма деген фундаментім қаланды десем болады. Өйткені біз мектепте оқып жүрген кезде біз өзімізді оқушы ретінде қарастырып, яғни көптеген жаңа ақпараттармен танысып, білім алып, оқуды, жазуды үйренеміз. Және де біздің сол кезде алғашқы фундаментіміз қаланады. Ал одан кейін бізде, яғни университетке түскен кезде біз өзіміздің мамандығымызға тағы бір қадам жасаймыз, және тағы бір фундаментіміз қаланған болады. Бірақтан да біз мысалға мақсат қоюды, армандауды еш жерде үйренбейміз. Егер де сіз өзіңіз қалай мақсат қоюды біле алмай жүрсеңіз, яғни өзіңізді армандарыңызды жүйелей алмай жүрсеңіз, онда осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өйткені осы кітапты оқу арқылы сіз өзіңіздің армандарыңызды жүйелеп, мақсаттарыңызға қалай жетуге болады, сол методтармен, жаңа дүниелермен танысатын боласыз. Олай болса, осы кітапты оқып көріңіз. Өйткені мен де осы кітапты оқу арқылы өзімнің жаңа бір фундаментім қаланды десем болады. Өйткені өзім жаңа мақсаттар қойып, соларға қарай қазір талпынып жүрмін. Және де ең бастысы ол нәрселерді өмірде қолданып көруге болады. Мысалға, кейбір кітаптарда жазылған нәрселер, олар қиялға жайып нәрселер, оларды өмірге қолдануға болмаса, ал бұл кітапта жазылған дүниелердің барлығын өмірде қолданып жетістікке жетуге болады. Сол себепті де сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Ал мен үшін топ 3 кітап «Куриный бульон» кітабы. Негізі маған осы «Куриный бульонның» барлық сериялары ұнайды. Өйткені
Бұл кітап сіз ауырған кезде сізге демеу бола алатын кітап десем болады. Өйткені онда түрлі историялар жазылған, барлығы да өмірден өткен, мысалға адамдардың, оқырмандардың хаттары негізінде жазылған. Сол себепті де бұл кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Және де бұл кітаптан сіз өте көп шабыт ала аласыз. Өйткені өмірде неше түрлі жағдайлар болады ғой, сол жағдайлардың барлығымен сол осы бір кітап арқылы сіз таныссаңыз болады. Сол себепті де осы кітапты оқып көріңіздер. Мысалы, біз тұмау болған кезде бізге ата-анамыз, туысқандарымыз, жақындарымыз осылай тауықтың сорпасын жасап көмектеседі, яғни бізге дәрі беріп, бізге жайлылық жасап, солай көмектеседі. Ал осы куриный бульон кітабы да сізге сол ауырған кезіңізде сізге демеу болатын кітаптардың бірі. Сол себепті де сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Жалпы негізі оның көптеген түрлері бар, сериялары бар бұл кітаптың. Мысалға жануарларға арналғаны, және де дұрыс шешім қабылдауға арналғаны, немесе түрлі жағдайларға байланысты, бақытты болуға байланысты, және де нәзік жандыларға арналған сериялары да бар. Сол себепті де сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өйткені өзіңіз мысалға қайсы жанр ұнайды, немесе қайсы кітапты оқуыңыз келіп жүр, сол бағытқа байланысты кітапты таңдап алып оқысаңыз болады. Ал достар, менің видеом осымен аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, комментарийға өзіңіздің ойыңызды жазып кетіңіз, және де кітаптарды оқып көріңіз. Ал кітаптарды оқыған болсаңыз осы уақытқа дейін, онда өз бағаңызбен бөліссеңіз болады.